Бүгін облыс әкімі Нұрлан Ноғаев тұрғындар алдындағы есептік кездесуін өткізді. Өңір басшысы көпшілікпен кездесуін алдымен өткен жылы ел көлемінде атқарылған игі істермен бастады. Сондай-ақ бұл жыл облысымыз үшін де табысты жыл болды. Өткен жылы облыста 257 миллиард теңге мемлекеттік кіріс, оның ішінде 45,2 миллиард теңгесі облыс бюджетіне жиналды. Ал бюджеттік шығыстар 112 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде 17 миллиард теңге даму шығыстары және күрделі шығындар. 2012 жылы бір тұрғынға шаққандағы шығыс 181 мың теңгені құрады. Немесе алдыңғы жылға қарағанда 24%-ға артық. Өткен жылдың желтоқсанында біз 2013 жылдың бюджетін 109 миллиард теңге көлемінде бекіттік. Оның ішінде 66%-дан астамы әлеуметтік сала шығыстары. 18 миллиард теңге дамуға жұмсалатын болады. Осыған байланысты қаржылық тәртіпті қатаң сақтау және әрбір теңгені мақсатына сәйкес пайдалану күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Бұл ретте бірінші орынбасарым Серік Шапкеновке қатаң бақылау орнатуды, ал барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне орындауды жүктеймін. Өнеркәсіп өндірісінің қарқынды өсуін қамтамасыз ету мақсатында үдемелі индустриалды инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының қолдау құралдары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда ел көлемінде түрлі мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асып жатқаны белгілі. Осы бағдарламалар аясында өңірімізде қыруар шаруа тындырылуда. Сондай-ақ жиында су тасқынының алдын алу жұмыстары да айтылды. Қазіргі таңда қабылданған іс-шараларға байланысты жұмыс топтары құрылды. Бұл мәселелердің барлығы жүйелі түрде күнделікті әкімшіліктің бақылауында. Жанар-жағармай қажетті қапшықтар, инертті заттар, құмдар барлығы толығымен алынды. Енді ұйымдастырушылық мәселелері және тұрғындардың да өздерінің осы іске қосылуын біз үгіттеп түсіндіріп жүрміз. Тұрғындар тарапынан көмек күтеміз. Білім, денсаулық, мәдениет салалары бойынша бағындырған белестер баршылық. Мәселен, өткен жылы білім саласы бойынша 12 апатты мектеп тіркелген болса, оның біреуі күрделі жөнделіп, үшеуі жаңадан салынды. Қазір соның 6-ы қалғаны алдағы күндері реттелмек деді өңір басшысы. Ал денсаулық саласы бойынша облысымызда жаңадан ауруханалар бой көтеруде. Бүгінгі таңда аудандар мен қала аралығына қатынайтын жаңа автобустар шығарылды. Тек Бөкей Ордасы мен Шыңғырлау аудандарынан қатынайтын жаңа автобустар шығару ағымдағы жылы жүзеге аспақ. Бұл қоғамдық көліктердің алдын қазіргі таңда жеке көлік жүргізушілері орап отыр. Олар қала мен аудандар аралығына қатынаушыларды тасымалдауын тоқтатар емес. Осының салдарынан тек қоғамдық көліктерді аз ғана адам пайдалануда. Егер бұл үрдіс жалғаса берсе, аудандарға қатынайтын жаңа автобустардың жұмысын тоқтататынын баса айтты аймақ басшысы. Кездесу барысында облыс әкіміне тұрғындар сауалдар қойып, жауаптар алды. Біз енді Қашықтау аудан, сол аудан орталығына осынан шығып барғанға дейінгі трассаның бойында, соның ішінде анау аралдың айналасында бұрынғы көл, қазір сортаңға айналған сортаң жерлер көптеп кездеседі. Трасса оның біреуін айналып өтсе, біреуінің шетімен, тіпті кейбіреулерінің қақ ортасымен өтеді. Осы күз және көктем кездерінде қатысқа тіпті қиын. Сондықтан ақша қаржы жағдайына қарай нағыз болмағанда, осының ең қиын осындай жүргізбейтін жаңағыдай сортаңдардың тұстарын, тіпті қиындау жерлерді жөндеудің мүмкіншілігі болашақта болар ма екен? Сіздің ауданның мамандардың өздері айтқан, ана кіші боғданы, сол жерде шыққан тасты алып бер қарай, ордадан бер қарай салуға болмай ма деген мүмкіншіліктерді көтерген болатын. Бірақ қазіргі таңда ол полигонның территориясында тұр, әскери полигонның. Кеше ғана мен аудан әкімінен сол полигонның басшысынан хат алған болатынмын. Біз сынақ істерін жүргізген кезде сол жерде жұмыс жасауға болады деген. Бірақ олардың қашан жүргізеді, қашан жүргізбейтіні белгісіз, сәл қиындау мәселе. Ал сол жақтан тартуға. Ал енді бер жақтан апарып сортаңдарды жасауға. Бізде аудандарды жалпы 6 аудан орталығына, соның ішінде Бөкей Ордасында да қатқыл, қара қатқыл жол жоқ. Қабылданған бағдарлама бар. Жаңа мен өз бағдарлама айттым. Былтыр республикадан 2 миллиард теңге бөлінген болса, биыл 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Қабылданған бағдарламалардың аясында осы істерді шешу жөнінде қараймыз. Бірақ шұғыл түрде жаңа өзіңіз айтқан жерлерді, сортаңдарды жою жөнінде ол мәселені қарастыруға болады.
Биылғы жылы өңірімізде әкімдердің 450 есептік кездесуі өткізілді. Солардың ішінде аудан және қала әкімдерінің есептік кездесуіне облыс басшысы Нұрлан Асқарұлының өзі қатысқанды. Қаратөбе ауданы облыстың бір шалғай жатқан аудандардың бірі болып есептеледі. Осыған қарамастан біздің ауданымызда көгілдір газ келді. Аудан орталық Шөптікөлге келсе, биыл тағы 3 елді мекенге жетті. Таза су бағдарламасы дейтінде ауданда ең жоғары дәрежеде халықтың 90%-на жақыны таза ауыз сумен қамтылып отыр. Мектепке дейінгі балалар ауданда 100%-ға қамтылған. Білім беру, тағы да басқа салаларда үлкен іргесі істеліп жатыр. Осы істеліп жатқан жұмыстардың бәрі елбасы президентіміздің халыққа жасалып жатқан үлкен қамқорлығы деп біз түсінеміз. Кездесу барысында тұрғындар облыс әкімінің атқарған жұмысына оң баға берді. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.